Ең бірінші адам жерге түскеннен кейін қарны аша бастапты. Сол кезде Алла тағалам оған тамақ үйретуге Жибрейіл періштені жіберіпті. Періште жаратқанның айтуымен адам атаға ас пісіріп үйретіпті. Әйелден бұрын тамақ істеуде еркек үйренген екен. Жибрейіл періштенің үйретуімен әбден ас пісіруді меңгерген адам ата шебер аспаз болған. Байқасаңыздар, әлі күнге дейін мейрамханалардағы аға аспаздардың басым көпшілігі еркектер екен. Ас пісіруге шебер адам ата бір күні Хауа анаға былай деген екен: сен ас үйренуді үйрен, мен саған қалай жасау керектігін көрсетейін деген екен. Ертең мен ауан аулауға кеткенде өзіңе керек болады дей бергенде анамыздың қолдары ренжепті. Ол бізбен қалай ас пісіреді, баланы жуындырады, оның үлкен және кіші дәретін ұстайды, таза емес қолдарымен тамақты қалай жасайды депті. Сонда Алла тағала: олай болса әйел қолдарына алтын, күміс, гауһар тастардан білезік тақсын деген екен. Осы үшеуін тақса істеген тамағы таза болады деп жауап беріпті. Бұны естіген Жәбірейіл періште Хауа ананың қолына біреуін алтыннан, біреуін күмістен, біреуін гауһардан 3 білезік тағыпты. Бұл әйел бізді әр нәрсеге салып былғалайды деп реніш білдірген алтын тастың ішіне, гауһар судың ішіне секіріп кетіпті. Жалғыз күміс қолында қалыпты. Содан бері алтын тастан, гауһар судан шығатын болыпты. Алла тағаланың құзіретінен аса алмай, адал қызметші ретінде күміс әйелдің білегінде қалыпты. Тамақ істеген кезде күміс тағар болса, тағам таза һәм дәмді болатынын осыдан екен. Содан бері алтын бойдағы ауыртпалықты анда-санда алады, күміс Құдайдың құтты күні алады деген сөз, аталы сөз осыдан қалған екен.